Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен керемет сәбізден жасалған десерттің рецептімен бөлісемін. Бұл рулет қантсыз және глютенсіз пайдалы рулет. Қантсыз қандай десерт болуы мүмкін деп күмәндансаңыз, видеоны аяғына дейін қараңыз. Егер сіз дұрыс тамақтануға көңіл бөліп жүрсеңіз, балаларыңызға пайдалы тәтті пісіріп бергіңіз келсе, осы рецепті жоғалтып алмаңыз. Бұл рулетті бір пісіріп жесеңіз, сізге ұнап қалатынына сенемін. Мен каналымда тек ағзаға пайдалы рецептермен бөлісетін боламын. Сол себепті менің каналыма жазылып, лайк басуыңызды сұраймын. Рецептте кездесетін керекті заттардың тізімін астындағы описание бөлімінде жазып қалдырамын. Бізге қажетті заттар ең алдымен сәбіз қажет, одан кейін эритрит, сосын жүгері ұны қажет, овсянканың жармасы қажет, жүгерінің крахмалы қажет, сосын мендегі кокос майы, сіздер күнбағыс майын қолдансаңыздар да болады, сосын разрыхлитель, кішкене ванилин мен корица қажет, содан соң 4 жұмыртқа қажет. Біз жұмыртқамызды миксермен көпсітіп аламыз. Енді бізге осындай илегіш қажет болады. Осы илегіштен құрғақ заттарымыздың барлығын салып, илегіштен өткізіп алатын боламыз. Жақсы көтерілу үшін жақсылап осылай барлығын илегіштен өткізіп, овсянка жармасында салып, біркелкі етіп, қасықпен жақсылап араластырып алайық. Сәбізге майымызды құйып, оны да араластырып аламыз. Міне біздің жұмыртқамыз жақсы болып көпсіп тұр, дайын болды. Енді осы көпсіп тұрған жұмыртқамызға сәбізімізді жаймен саламыз, қатты салып жермейміз. Мынау басылып қалуы мүмкін, жұмыртқа жай салып аламыз да. Сосын жақсылап тез араластырмай, жаймен басылып қалмайтындай етіп, жай араластырып шығамыз. Құрғақ затымызды 4-ке немесе 5-ке бөліп саламыз, өйткені бірденен барлығын салсақ, түйін болып қалуы мүмкін. Осылайынан шетінен барлығын салып араластырып шығатын боламыз. Содан соң біз дайындалған ыдысымызға пергамент төсеп, силиконды пергамент болса өте жақсы, өйткені асты жабыспас үшін. Ондай болмаса, астына кішкене май жағып жерсеңіздер болады қағазға. Сосын жақсылап біркелкі етіп, бір жерін қалың, бір жерін жұқа қылмай, барлық жерін бірдей қылып жайып шығамыз осылайынан. Міне осылай барлық жерін жақсылап, шеттерін текстеп, әдемі қылып жайып шығамыз. Осы жайып шыққан сәбізден жасалған коржымызды духовкада 170 градуста 25 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің коржымыз дайын. Енді осы коржымызды 1,5 сағатқа 20 минутқа шетке қойып суытып аламыз. Оған дейін біз кремін дайындай береміз. Бізге ол үшін творог қажет. Егер сіздің творогыңыз іртік болса, блендерде бір қалыпты етіп езіп алсаңыз болады. Міне менде творог. Ол творогқа мына творожный сырды саламыз. Сосын бізде сухой молоконы саламыз. Міне сухой молоко. Сосын эритрит саламыз. Менде рулетім қатты тәтті болмады. Егер тәтті қылғыңыз келсе, үлкен сауда орындарында осындай сахардың орнына қосатын бар. Осыдан 7 граммдай қосып жерсеңіз болады. Осының барлығын біркелкі етіп, миксерде араластырып аламыз. Егер сізде
менікіндей миксер болмаса, кәдімгі қарапайым миксермен араластырсаңыз да болады. Міне, бізде коржымызға енді осы дайын болған кремімізді жағуға кірісейік. Біздің креміміз міне осыдан естеріңізге салайын. 100 грамм, 150 граммдай шетке алып қоямыз. Өйткені рулетті орағаннан кейін бетіне жағатын боламыз. Қалғанын осы рулеттің үстіне жақсылап салып, барлығын тазалап салып, үстіне жағып шығатын боламыз. Әдемелеп біркелкі етіп, бұны да бір жерін қалың, бір жерін жұқа қылмай, барлық жерін бірдей қылып жағуға тырысайық. Міне, аяқтап қалдық. Енді осы рулетімізді жақсылап ораймыз. Абайлап алып ораймыз. Егер орау барысында бір жерлері жарылып жатса, ештеңе етпейді. Жақсылап орап аламыз. Енді жаңа алып қалған кремімізден барлығын бетіне салып, барлық жеріне бір тегіс етіп жағып жууға тырысамыз. Әдемелеп бетін. Енді бетіне сәндеп миндальдың қырқылған жапырақтарын деп айтады. Сән үшін осылай миндальдың қырқылған жапырақтарын сеуіп шығамыз. Бұл өте әдемі көрінеді. Болмаса өзіңіз сәндеп басқа да, мысалға кокосовый стружки сеуіп шықсаңыз да болады. Менде осындай бар, осыны жақсылап сәндеп сеуіп шығатын боламын. Дәмі де жақсы үйлеседі осы рулетке. Міне, біздің рулетіміз дайын. Өте керемет болып шықты. Енді осыны жақсылап кесетін боламыз. Бізде дайындап болған екен, 1-2 сағатқа холодильникке салып қойсақ та болады. Сіңіп, бәрі жақсы болу үшін. Кескен кезде жақсы кесіледі. Кішкене тұрса, 1 сағат, 2 сағаттай. Сосын алып, осылай кесіп, отбасыңызбен өте дәмді, пайдалы рулетті жейтін боласыз. Міне, біздің рулетіміз дайын. Ыдысымызға салып, дәмін көрейік. Түрі өте әдемі болыпты. Егер осыны пісірсеңіздер, отбасыңыздағы балаларыңыз барлығы ұнатады деп ойлаймын. Өте керемет дәмі. Зиянды қантпен жасалған рулеттерден гөрі осындай пайдалы, қантсыз, глютенсіз рулетті пісіріп жеуді әдетке айландырыңыз. Егер сізге осы рулет ұнаса, маған жазылып кетуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.